Қазір біз қаладағы базарлардың бірінде жүрміз. Қарбызды қалай таңдау керек, нені білген дұрыс, бағасы қалай, құжаттары бар ма? Шағын тексеріс жүргізсек. Ассалаумағалейкум. Уалейкум. Қалыңыз қалай? Көтерілсе бола ма? Болады. Қалыңыз қалай? Ассалаумағалейкум Астана халқы. Өте дәмді арбыздан келіңіздер. Балында арбызда 100% гарантия арбыз. Мына қарбыздарыңызды аларда енді құжатын бір тексеріп алсақ деп едік. Бар ма? Тексерістен өткен бе? Өткен қалдамаса қойған. Мына өте гарантия сертификаты бәрі бар. Мына Жәнібек, мына бәрі осы КАМАЗдың егесі. Яғни сіздерге алып келгенде осы жерден лабораториядан өткізе ме? Иә, лабораториядан 100% өткізеді. Ол өткізбесе біз оны сатқызбаймыз базарда. Мына өйткені ішінен құрт шығуы мүмкін, ішінен или жаман нитраты көп болуы мүмкін. Сол үшін бірінші мына бісміллә әуел алла, мына сертификатқа қағазға әдемілеп, мына жазып, мына бізге алып келіп береді ақ халатты жандар. Бағасы қазір қаншадан болып жатыр сіздерде? Бағасы қазір 70 теңгеден бар, 80 теңгеден бар, жақсы 90 теңгеден бар. Ол арбызына қарап. Арбыздың мысалға сапасы болады, кішкене біреу дихан болады, біреу КАМАЗ жалдап келеді. Оның әрқайсысы әрқалай болады. Бағасына қарай, арбызына көлеміне қарай, мысалға майдалау, средний ауылда да майда арзан бағада болады. Крупный, мысалы базардан біз ол жақта мысалы 20 теңге, 30 теңге болса, біз қымбаттау аламыз да, 10 теңге қымбат аласың. Ірісі міне 100% гарантия арбыздан ше. Кейбіреулер айтады, өте ірісін алмау керек, өйткені ірілері біздің жақта климатта ондай ірілері өспейді, оған нитрат қосады, арнайы қоспа арқылы өсіреді дейді. Бұл қаншалықты рас? Жоқ, ол жерге байланысты ғой, любой жерде жерге байланысты бауырым. Есім серік болады, жерге байланысты. Мысалға, например, жері нашарлардың арбызы майда болады да, мысалға, например, жері тың, жоңышқан жері, жақсы жер болатын болса, ол арбыз өзімен өзі крупный болады. Ол біз қазір ауылда ол нитрат салатындай, ондай ақшада жоқ, ол нитраттың білесіз ба, килограммы вообще қымбат ол. Мысалға, сол үшін мысалы тың жерлерге кет бірінші ашқан кезде, тың жерлерде мына өзі автоматически алған қалауымен өз піскен арбыз сумен. Арбыздың 90% судан тұрады, білетін шығарсыз оны. Қазір бір арбызды көрсетем, тілің жабысып қалады, 100% гарантия арбыздан кесіп көрейік ал. Иә, көріңіз мына. Өте керемет арбыз. Қай жақтың арбызы бұл? Бұл арбыз Шардара деген жерін қайын жұрт, мен қайын жұртым арбызы Шардара. 100%. Мына арбызды таңдағанда, міне көбісі ойлайды мынау лай, мынау лас деп. Негізі арбыз өз лайда, жерде, топырақта өседі. Онда мына жерде ақсаусақ жандар білмейтін шығар. Мынандай нелері бар. Мынау арбыздың жатқан жері, міне қараңыз. Мынау арбыз, мынау арбыз. Қазір көрсетеміз осының іші қандай шығатынын. Өте керемет арбыз мына. Сарғайып тұрған жері сол жатқан жері. Жатқан жері. Арбызды таңдаған кезде мына алтын қолмен ұрып таңдайды мына. Пақ еткізесің мына алтын қол мына. Айтады көзі. О, мына пісіп тұрмын деп. Қара. Қара. Дыбысынан анықтайды. Дыбысы қандай болу керек сонда? Тарсылдап тұру керек па? Дүңгілдеп тұру керек па? Дыбысы іші бейт бір қозғалу керек қой. Қара. Алтын қолмен таңдайсың, 100% гарантия арбызда. Бүйтесің. Енді алтын қолыңызбен тіліп көрейік. Иә, алтын қолыңмен. Тілің жабысып қалмасын, абайлап жеу керек бұл арбызда. Бұл арбыз өте тіл жабысып қалатын арбыз. Екі әйелдің тілі жабысып қалды жана. Қазір. 100% арбыз мына. Мына кесіп атқанда бар, кесіп бұлай алына басамайды ол. Ішке қарай кішкене басамыз мына арбызды. Кішкене миллиметр бір 4 сантиметрдей басып тұрып, пышақты тарс еткізесің, мына бүйтсең суырып алады. Суырып алғанда фахет зор шығады мына. Сен жеп көр бауырым. Жеп көрейік. Иә, абайлап же. Сол кәдімгідей қатты болады екен. Иә, абайлап жемесең бұның тілің жабысып қалады бұған 100%. Абайлап же. Пісті мына. Қандай екен? Көрдіңіздер ма, сөйлей алмай қалды. 2 секунд тілі жабысып қалды. Әдемі арбыз ба? Дәмді. Өте керемет. Енді бұны үйде бүйтіп кесіп, мынаған тығып алып барады. Үйде бұлай жейсің мына. Бісміллә рахман рахим. Көрдің мына кесіп атқанда пытыр-пытыр етіп жатыр. Значит, бұл арбыз 100% піскенде. Міне керемет арбыз. Өте керемет мына. Әдемі. Мынаның дәндері аз екен, иә? Дәндері аз. Бұл дәні аз емес қой бұның. Бұл балғын болып піскен ғой, бұл 100% гарантиямен піседі бұны. Мына талшықтарына қарап та кейде нитраттың бар жоғын білуге болады дейді. Бұл жерде аппақ талшық, иә? Егер бұған нитрат қоспасаң қалай нитрат болады бұл бауырым? Жоқ, мына жерде аппақ нитраттың жоқтығын көрсетті қазір. Жоқ, ештеңе жоқ бұда. Міне бісміллә рахман рахимді жеп көрейік қана. Қалай екен дәмі? Өзің айтшы бауырым. Құрметті көрермен, қарбыз таңдағанда біз жоғарыда айтып жатқан кеңестерге сүйенсеңіздер қателеспейсіздер. Дәмі ерекше, биылға жеп отырған қарбыздарының ішіндегі ең дәмдісі осы шамасы. Иә, өте дұрыс айтады бауырым. Міне Е деген керемет арбыз. Арбызды тек қана өзіміздің сапар базардан өте керемет фурадан алу керек, прямой.
Міне өзіміз есім Серік болады, таңдап әдемі қарбыздан алам деушілер болса, таңдап беремін. Өте керемет арбыз. Міне екеуміз таңдаған бауырымыз екеуміз теріс қарап тұрып, ұрып тұрып таңдадық, дұрыс па? Мынау деп айтқан жоқпыз. Бауырым тағы бір арбызды өзіңнің қолыңмен таңдашы, мен сол арбызды. Сіз білмейсіз, мен білетін Ал арбыз. енді мен таңдап көрейін. Сіз таңдаңыз. Арбыздың бәрін кесіп тастамай көр оның арбызды. Давай, өзің Ал енді таңдашы. мен қарбызды қалай таңдау керек екенін білмеймін. Иә, білмейді. Жоғарыда енді сіздің айтқан кеңесіңізге сүйеніп көрейін. Иә, сүйеніп көрген бауырым. Мынау арбузиха дейді. Мына көрдіңіз ба? Дәулеу болып тұрады, оны арбузиха дейді. Міне өте керемет арбуз. Міне, мынау. Бұлардың да жынысы бола ма сонда? Иә, жынысы болады. Мынау арбуз. Мына кішкентай арбуз, мынау арбузиха болады. Мынау әйел қызы керек деген, мынау қызы осы, мынау еркегі дейді да бұндайда. Арбузиха. Яғни мынандай түбі кішкентай болса, ол арбуз. Мынау арбузиха, міне, өт, міне. Мына қарбыздың да жаңа жынысы болады. Мынасы ер қарбызы, мынасы әйел несі дейді ғой. Бұл қарбыз деген негізі түбі қайықтан шыққан десеңіздер, бұл Хауа анамыздың екі төсінен шыққан екен. Сол кезде ана баласы қоштасып, ана дүниеге кетіп бара жатқан кезде, бір төсін қысқан кезде, бір төсінен қауын шыққан екен, бір төсінен арбыз шыққан екен. Бұл арбыз деген өте киелі негізі. Біз былай енді анау төбен біле бермейміз ғой. Сол үшін өзіңіз бір сіздің алтын қолыңызбен біреуін таңдаңыз, қандай шығады. Енді мен жоғарыда айтты ғой, мына жерге тиіп тұрған жерлері сарғыш болады деді. Иә. Бұл специально қамыспен әкелеміз, қамыс салқындық ұстайды. Және де мынау нені ұстайды да, мысалы, қамыс деген. Мына дақ келтірмейді, мысалға, например. Мына қараңыздар, міне. Любой КамАЗға мінесіздер, мына таяққа тиетін болса, мына жақ дақ болады. Біздің қарбызды қараңыздар, міне. Бір дақ жоқ, қараңыздар. 100% міне тап-таза міне. Яғни сіздер қамыс арқылы табиғи мұздатқыш жасап отырсыздар. Иә, табиғи мұздатқыш өзіміздің қолмен специально осылайынан қамысты, пинаплекстің білесіздер, бір штугы мысалға осы кузовқа кетеді 60 000 теңге. Ауылда өзіміздің мысалға огородта тұрған қамысты орғызсаң 20 000 теңге кетеді. Сонда 2 фураға 20 000 теңге орғызатын болсаң, ар жақта 2 фураға 120 000 кетеді болса, 60 000 теңге, 100 000 теңге саған өзіңе жәнеге қалады. Бірақ мынау біріншіден мынау салқындық ұстайды, ыстық ұстайды. Қалай арбызды артасың, солай келеді арбыз. Екіншіден жұмсақ, яғни соғылып дақ болмайды. Дақ іштеңге болмайды мысалға. Көбісі ойлайды мысалға мынандай дағы бар арбыздарды мысалға, например, мынау не анау деп. Бұл іштеңге емес. Мынаны қараңыз, жақындаңызшы бауырым. Міне мынаны бүйтіп кішкене міне бетін бүйтіп ашсаңыз, бұл іштеңге емес, ол тап-таза. Көрдіңіздер ме? Яғни ар жағында жоқ, бұл бетіндегі жай соққыдан болған дақтар ғой. Соққыдан емес. Ол мысалға, например, адамның қолы уғы, кішкен ана свежий полядан бүйтіп ұстаған кезде, шамал қаттырек ұстайды, біреу тосқан кезде, қаттырек тосқан кезде, кішкене дақ пайда болады. Ол іштен кетпейді, ол мынандай дақтар болады. Оның бетін кішкене бүйтіп қараңыз мына, қараңыз. Бүйтіп пісісі мына. Бүйтіп алып жерсеңіз мына тап-таза. Ар жағы тап-таза. Тап-таза. Сол жағынан көбісі қателеседі дегенім ғой. Ал енді мен мына қарбызға қазір тоқтап тұрмын. Қайсы қарбызға? Мен таңдағаным осы. Міне кәні бауырым. Мен қандай критерийға жүгінді десе, сіз золотой қолмен ұстадыңыз, мына арбызды міне көрдіңіз ба? Мен бұрырдым болды, іші пісіп кетті оның. Сабағы разница жоқ ол. Сабағы негізі ол свежий қарбыз сабаққа байланысты емес. Көбісі ойлайды. Мысалға мен мынаны пышақпен бүйтіп кесіп тастадым. Қақтан білесіз сабақ қураған қурамаған? Например айтып жатырмын да. Ал мен онда мынасына жүгіндім. Яғни жерге тиіп тұрған жері өте сап-сары. Жоқ, сіз чувствовать етесіз, жүрекпен сезу керек та. Любой нәрсе, мысалға алып атқан кезде арбызды. Мен мысалға, например, мынаны алуым мүмкін да, мысалға, например. Бірақ оның сырты тап-таза. Сіз мына арбызды алуыңыз мүмкін, мен мынау. Бірақ сіздің жүрегіңіз өте керемет арбыз таңдады. Сіздің өзіңіздің жүрегіңіз ақ жігіт екен. Ақ жігітке мысалға 100% гарантия арбыз міне қараңыз. Міне сіз таңдаған арбыз, міне керемет! 100% гарантия арбыз. Өте керемет. Дәмін көрейік енді. Дәмін көрейік. Өзің таңдаған қарбыз бұл. Иә, сен таңдап. Бұл негізі 2 теңге тұрады сүйінші. Орып атыр кен телевизор. Давай, қан жеп көр, піссін мұла. Абайлап же, тілің жабысқамасын, бауырым. Қарбызды дұрыс таңдай білейік. Неге қарау керек екенін, қалай білу керек екен піскен қарбызды. Бүгін біршама ақыл кеңесімізді айттық. Олай болса, астарыңыз дәмді болсын.